Армысыздар, Мұқағали әлемі YouTube арнасының қымбатты көрермендері. Қайырлы күн, кітап оқуға жаны құмар көрермен. Мұқағали Мақатаев атындағы гимназияның басшысы Сәния Өскенбайқызы және тоғыз толғаныс жан шуағы кітабының авторы, жыл мұғалімі байқауының жеңімпазы Дәурен Наурызбайұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Бір білім ошағынан екі бірдей ұстазды қонақ қылып шақыруымыздың сыры неде? Әрине ол жан шуағы кітабының жарыққа шығуы. Бүгін біздің студиямызда қонақта жан шуағы кітабының авторы Дәурен Наурызбайұлы және кітабымыздың басты кейіпкері Сәния Өскенбайқызы. Сәния апай, алғашқы сауалымды сізге қойсам деп отырмын. Осындай мерейлі мерейтойыңызда өзіңізге арналған кітап шығады деп ойладыңыз ба? Бұл тосын сыйды қалай қабылдадыңыз? Жалпы адамзат баласы біз барлығымызда пендеміз ғой. Мен де отбасымнан, балаларымнан, достарымнан, міне бүгін өздеріңіз куәгер етіп отырсыздар, ұжымдастарымнан да мен тосын сый қабыл алып отырмын. Әрине, жағымды деп айтайыншы, жағымды, қуанышты, шәкіртіңнің ұстазы туралы ой толғауы кез келген ұстазды ерекше күйге бөлейтіндігі рас. Рахмет, Сәния Өскенбайқызы, өмірдің сізге жақсы тосын сыйлары көп болсын. Дәурен Наурызбайұлы, келесі сауалым өзіңізге арналады. Жан шуағы кітабын жазудағы мақсатыңыз неде? Рахмет, Гүлбану Берікқызы. Жалпы алдымен өздеріңізге құтты болсын айтқым келеді. Өйткені Мұқағали әлемі деген тамаша студияға келіп, өздеріңізбен ой пікір алмасудың өзі біз үшін үлкен мәртебе. Өзіңіз атап өткендей, кітаптың жан шуағы деп аталуының өзі де төңірегіне шуағын шашып, ұстаздық жолда ұлттық құндылықтарды насихаттап, өзінің көрген білгенімен жас біз секілді мамандармен бөлісіп, өнегелі өмірімен даралана білген, сіздің де біздің де сүйікті ұстазымыз бола білген басты кейіпкеріміз Сәния Өскенбайқызы туралы. Мен ойлаймын, жалпы ұстаздық жолға келіп, қадам басып, сол жолда еңбек етіп, және жақсы басшының өмір жолынан ғибрат алып, басшымен істесе жүріп, үйрене жүріп, үйрете білетін ұстазға айнала білу, ол кез келген ұстаздың ең басты жетістігі. Міне осы тұрғыдан Сәния Өскенбайқызының мектебінде ұстаз ретінде қалыптасып, ол кісіге шәкірт атанғаннан кейін, бұл бір жағынан қоғам осылай қабылдаса екен деймін өз басым. Бұл шәкіртінің ұстазына деген лебіз тілегі, шәкіртінің ұстазына деген махаббаты, шәкіртінің ұстазына деген сүйіспеншілік сезімі. Егер менің бойымда ұстаз ретінде қандай бір жақсы адами қасиет қалыптасқан болса, ол да менің сүйікті ұстазымның еңбегінің жемісі. Сол себептен ойлаймын, жалпы берекені бірліктен, ынтымақты тірліктен іздейтін қоғамбыз ғой. Ендеше дәл бүгінгі бәсекеге қабілетті тұлғаны қалай қалыптастырамыз десек, осы орайда өзінің көрген білгенімен көпшілікке үлгі бола білген, тәуелсіз ел азаматының азат, еркін ойлы болып қалыптасуына себепкер болған, және өзінің көшбасшылық қабілетімен төңірегіне үлгі бола білген, дәл осы менің Сәния Өскенбайқызындай ұстаздарымызды қоғамның назарына ұсынып, дәріптей білуіміз керек. Сонда шын мәнісінде күнделікті өміріміз жайма шуақ болып, жан шуағы жанымызға себелеп тұрғандай болады деп ойлаймын. Рахмет, Дәурен Наурызбайұлы, жазарыңыз көп болсын. Алматы ең алғашқы махаббатым, шығарған Дін Мұхаммед атаматын демекші. Дарынды шәкірттеріміздің Алматы күніне орай өлең шумақтарына назар аударыңыз. Беу Алматым, Астанам, мен гүліңмін, қиындықтан қашпаған. Жазымсың ғой, жарықтығым, жаннатым, қысың барма кірпігімнен жасқаған. Еркелікті мен өзіңнен тастағам, есеуді тек өзіңнен бастағам. Жақсы екен ғой Алматы, алтын иек Астанам, осы екен ғой жаннатым, атам қазақ аңсаған. Келдім сені сағынып, алтын ұям Алматы. Неткен сұлу өмірең, қарай берем үңіліп, ғажайып бір мейірмен, келешегің тұр күліп. Жақсы екен ғой Алматым, алтын тулы Астанам, осы екен ғой жаннаттың, атам қазақ аңсаған. Дәурен Наурызбайұлы, жалпы қазақта айтады ғой, адам бір кітап жазу үшін кемінде 100 кітап оқу керек деп. Осы өзіңіздің кітабыңызды, туындыңызды жазу барысында қандай қызықты оқиғаларға тап болдыңыз? Өте орынды атап өттіңіз. Жалпы бір кітап жазу үшін 100 кітап оқу дегенге мен аса қатты келісе бермеймін біріншіден. Неге? Өйткені бір кітапты жазу үшін сол еңбегіңе татитын кітаптарды оқу керек деп ойлаймын. Өйткені кейіпкердің болмысын аша білу үшін кейде 100 кітаптың өзі аздық етіп қалады ау.
Ал одан бөлек менің қабылдауымда жалпы бір қандай да бір тұлға туралы кітап жазған кезде ол кісімен өмір жолында істес бола білгенің өте маңызды. Неге олай десеңіз, өйткені менің қабылдауымда кез келген жас маман қай ортаға бармасын, алдымен білікті басшының өмір мектебінен өте білуі керек. Ол кісінің тәжірибесін бойына сіңіре білуі керек. Міне осы тұрғыда жақсы қалыптасқан азамат кейіннен қандай да бір еңбектің жарыққа шығуына себепкер болып жатса, онда құба құп. Және өзіңіз айтқандай, жаңа сауалыңызда да орынды атап өттіңіз. Мына жан шуағы деген кітабымызды жазу барысында да маған үлкен бір жеңілдік туғызған жағдайда шығар бәлкім. Менің Сәния Өскенбайқызымен 10 жылға жуық уақыт бірге әріптес бола білгенім, шәкірт бола білгенім, және ұстаздық өзімнің ұстанымдарымды қалыптастыра білгенім. Себебі қазақ өзі айтады ғой, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Бәлкім сол ұстанымға беріктік, апайымыздың бізге тартқан аманатына деген адалдық, ол кісінің түр тұлғасына деген қызығушылық, ол кісінің кісілік мәдениетіне, біліктілігіне, пайым парасатына, ақыл ой деңгейіне деген қызығушылық біздің кітапты жазудың жүгін жеңілдетті деп толық сеніммен айта аламын. Жалпы өзіңіз айттыңыз ғой, қандай да бір қызықты оқиғалар деп. Мен өзі осы Мұқағали мектебіне 2013 жылы қадам басқанымда әлі жоғарғы оқу орнын тәмамдай қоймаған студент едім. Және сол бір сәт әлі көз алдымнан кетпей. Мектепке алғаш келгенімде, ол кезде студент кезде газетті арқалап жүретін әдет бар. Казгудың қалашықтың алдына шыққан кезде жаңадан шыққан газетті арқалап жүретін әдет қой. Мектепке келсем, ұстазым ол кезде Еділ Ноянұлы Сәния Өскенбайқызының кабинетіне беттеп таныстырып, осындай менің бір Дәурен дейтін азаматым, жақсы бір дарынды шәкіртім. Бірақ кейде өзеннің арнасы тарылып қалып жатса, дарынды шәкіртті баптаудың өзі қиын іс. Сол себептен шәкіртімді бір арнасы кең дарияға әкелуді жөн санадым. Сәния Өскенбайқызы өзіңіздің ортаңызда осы балам қызмет етсе деген тілегін жеткізді. Сөйтсем, Сәния Өскенбайқызы сол кезде Егемен Қазақстанның беттерін парақтап отыр екен. Сөйтсем маған айтады: Дәурен балам, айналайын, бүгін бір газеттен тамаша мақала оқыдым. Ағайын мақтауыңды асырып жеткізіп жатыр. Түр тұлғаңа қарасам, жақсы азамат екенің сезіледі. Тектілік тағылымы дейтін бір керемет мақаламен таныстым. Осы бір мақаланың желісін өзіңмен пікір алмасып бөлісейінші деп. Сөйтсем мен айтамын ғой, Сәния апай, мен жаңа Казгудың ауласынан шыққан сәтте сол мақаланы оқып алғам, тектіліктің тағылымы деген. Шынымен де қазақ бекер айтпайды ғой, тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деп. Мен ол мысалды не үшін айтып отырмын? Өйткені бір-бірімен үндесе білген, бір-бірін бір көргеннен ақ түсінісе білген, мұғалімдіктің мәдениетін қабылдай білген адам бір ортада тоғысса, онда үлкен мүмкіндіктерге жол ашылатын секілді. Міне Сәния апайыммен осы бір тамаша естелік, сол бір мақаланы, бір күнде жарыққа шыққан мақаланы бір сәтте отырып талқылауымыздың өзі біздің арамызда бір гармонияның пайда болғанындай, шәкірт пен ұстаздың арасындағыдай, ана мен баланың арасындағыдай бір нәзік иірімдердің пайда болуына себепші болды. Міне сондай бір жағдайдың әсер алып толқып шыққаннан да шығар, бәлкім сол күннен ақ мен ұстаз боламын, мен болашақта қазақтың баласын оқытуға аш қасқырдай кірісемін деген бір ниет пайда болды. Көрдіңіз бе? Міне сондай бір жылылық, сондай бір жылулық, сондай бір жанашырлық, сондай бір қамқорлық бар жерде кейде мыңжылдықта бір-ақ рет қайталанатын оқиғалар да болып тұрады. Ендеше мен ойлаймын, осы бір жарық көрген жан шуағы болашақта да осы мектеп қабырғасындағы талай бір ұстаздардың жаңа бір туындыны дүниеге әкелуіне себепші болады деп. Өйткені Сәния Өскенбайқызының өнегелі өмір жолын Мұқағали атындағы мектептен бөліп қарауға болмайды. Егер осы бір кітап қандай да бір жетістікке жетіп жатса, ол да осы бір ұжымда ол кісінің атқарған еңбегінің, адал әрі әділ еңбегінің жемісі. Себебі гимназия тарихы, гимназияның күнделікті өмірі Сәния Өскенбайқызының қызметімен тікелей байланысты. Уоррен Беннис деген тамаша бір көшбасшы хақында жазған автор бар, сол кісі айтады екен: көшбасшы болу дегеніңіз бірінші кезекте өз ісіңе шынайы берілу және өзіңнің қағидаларың мен қызығушылықтарыңа адалдық таныту деп. Міне осы тұрғыдан Сәния Өскенбайқызы шын мәнісінде өзінің қызығушылығы мен қағидаттарына адалдық танытқан және өзінің ісіне шынайы берілген, бүкіл мейірім махаббатын бойындағы аналық жан жүрегімен жылуын шәкірттеріне қала берді біз секілді жас ұстаздарға дарыта білген басшы. Егер өмірдің қандай да бір белесінде біз өзімізді қайтып сезінеміз десеңіз, мен өзімді осы мектеп қабырғасына келгенде жай ғана бір жауынгердей сезіндім. Ал сол жауынгерді сарбаздың дәрежесіне көтеріп, сенің бойыңдағы қабілет қарымыңды дамытып, оны ұштап дарыныңа жел беретін ұстаздар қауымы деген саяқ. Міне осы тұрғыдан мен өзімді, жалпы ұжымдағы жас әріптестерімді жолы болған мұғалімдер деп атауымды тектен тек емес. Ғибрат алатын өнегеге толы ғұмыр кешіп, өзіңіздің тектілік тағылымыңызбен бізбен бөлісіп, аналық ақылыңызбен
кең пейіліңізбен, жаны жомарт жүрегіңізбен әр сәтте өмірдің қай бересінде болмасын, тек қана қызметте емес, өмір жолында да өз анамыздай бола білген біздің сізге деген алғыс сезіміміз деп қабылдауыңызды сұраймын. Рахмет. Егер жан шуағы кітабы өзінің оқырманын тауып, жан шуағы кітабы төңірекке ықпал ете білетін болса, ол да сіздің өмір жолында атқарған қызметіңіздің жемісі деп білемін. Және ең басты айтар дүниемнің де төркіні сол болсын. Жалпы қандай да бір кітаптың табысқа жетуі сол кітаптың басты кейіпкермен байланысты екендігіне бүгін анық көз жеткіздік деп ойлаймын. Кітап жазу ісінде мен ойладым, жалпы осы бір іске қол жеткізу үшін, осындай бір өнегелі дүниені жарыққа шығару үшін қайтсем екен, кімнен барып жөн сұрасам екен дедім. Осы орайда өзіміздің мектебіміздегі тағы бір құрметті орденді ұстаз Сафура Сәлімбайқызының да маған ықпалын ерекше атап өткім келеді. Өйткені ол кісі бір емес бірнеше жыр жинақтардың авторы, өздеріңіз жақсы білесіздер. Сол кісінің тәубе деген жыр жинағын оқып отырып кейде өзімде тамсанып аламын. Сол себептен де шығар, сол кісінің ой орамы, сол кісінің тебіреніс толғанысы, әрбір туындыны жазардағы буыны мен бунағына ерекше мән беруі де біздің жаңа бір кітапты жарыққа шығаруымызға себепші болды. Ол кісімен кеңесе отырып, ақылдаса отырып, жалпы тұлғаның болмысын қайтып жеткізген дұрыс. Тұлғаны қоғам назарына қайтып ұсынсақ, ол қоғамның санасына ықпал етеді деген мәселелер мені ойландырды, толғандырды. Бәлкім сол себептен де шығар, бүгінгі кітаптың шын мәнісінде шуаққа бөленіп, және оның жан шуағы деп аталып, төңірегімізді үлкен бір қуанышқа бөлеуі де үлкен, сіз үшін де, біз үшін де кеуде кернеген қуаныш деп ойлаймын. Жалпы Мұқағали мектебінің атын аспандататын, Мұқағали мектебінің даңқын шығаратын, Мұқағали мектебінің мәртебесін өсіретін ол біз секілді, сіз секілді ұстаздар. Ал сол ұстаздың өмір жолында дәл осы Сәния Өскенбайқызындай басшы тап болып жатса, мен оны ғұмыр жолындағы еселі бір жетістік деп қабылдаймын. Бұл жағымпаздық пікір емес. Бұл бір жақсы сөз айтып жағыну емес. Бұл кітаптың ең негізгі идеясы да сол, бір кітапқа татитындай ғұмыр сүріп жатқан азаматты қоғамның назарына ұсыну. Ендеше мен ойлаймын, бұл тұрғыдан кітап өзінің негізгі діттеген миссиясын орындады деп. Дәурен Наурызбайұлы, осы орайда Facebook әлеуметтік желісінен бірнеше сұрақтар келіп түскен екен. Кітап қанша тиражбен және оқырман қауымға қашан жол тартады? Гүлбану Берікқызы, кітап қанша тиражбен дегеніңізге шын айтайын, әлі ойлана бастадық. Кеше ғана баспаға берген кезде 1000 данамен шығарсақ па деп ойлаған едік. Бірақ қазір қарасақ, оқырманның талабы да, оқырманның сұранысы да артып жатыр. Ол себебі жарық көріп жатқан кітап тек қана бір педагогикалық ортаға арналған дүние емес. Ол кітаптың ішінен сіз ата-анаға қажетті кеңесті де, ұстазға қажетті дүниені де, жалпы қазақ қоғамындағы көшбасшы тұлғасына қызығушылық танытқан кез келген оқырман қауымға арналған дүние ғой. Ал әзірге әу бисмилля деп 1000 данамен жарыққа шығардық, және Мұқағали мектебінде өзіміз тікелей бастамашылық танытып, кітапхананың қорына да табыстап жатырмыз. Келіп оқырман сол кітапханадан да оқи алады, қажет десеңіз осы мектептен іздеп келіп кітапқа қол жеткізе алады. Әзірге 1000 дана деп болжадық. Бұйыртса оқырманы көп болып, нағыз оқырман бір Сәния Өскенбайқызы ит салып оқитындай дүние шықты деп өз басымыз ойлаймыз. Сәния Өскенбайқызы, өзіңіздің әріптесіңіз, шәкіртіңіз Дәурен Наурызбайұлының өзіңізге арнап кітап жазуына себепкер болып, шабытын оятқан өзіңізсіз. Сіздің де жазған кітаптарыңыз, не бір туындыларыңыз бар. Олардың қалың көрерменге таныстырып өтсеңіз. Жалпы данышпан Абай атамыз мен жазбаймын өлеңді ермек үшін деген ғой. Ол кітап жазу үлкен жауапкершілік. Ол еріккеннің ермек емес. Енді сондай бір кітаптарды жазып тастадым деп айта алмаймын. Бірақ мектебіміздің 80 жылдығына, мектебіміз деп отырғаным Мұқағали Мақатаевтың 80 жылдығына, 85 жылдығына арналған мектебім алтын ұям, мектебім білім ордасы кітаптарына және әкем мен анама арналған әкем асқар тауым, анам алтын бұлағым атты өзімнің ойларымды, ой иірімдерімді қағаз бетіне жазғаным рас. Солай бір кітап шықты. Және өзім физика пәнінің мұғалімімін. Физика пәнінен бірнеше әдістемелік құралдардың және есептер жинағының авторымын деп айта аламын. Жалпы өзге де шәкірттеріңіздің тырнақ алды туындылары жарыққа шығып жатыр екен. Солар жөнінде өзіңіздің ойыңыз қандай? Жалпы
көңіліңіз тола ма шәкірттеріңіздің жазған туындыларына? Жалпы әрбір шәкірт мектепке келгенде арман арқалап келеді. Олардың арманына қанат бітіру сөз жоқ ұстаз жауапкершілігінде. Ал енді өлең жаза алатын ақын жанды шәкірттердің ой өрісін кеңітіп, дамытып, олардың ақын болам деген ниеттерін қолдау барысында Арнұр, Өркен, Елдос есімді шәкірттерімді өте үлкен мақтанышпен айта аламын. Олар мектеп қабырғасында жүріп ақ өздерінің алғашқы туындыларын жазып, өлең шығарған, кітап жазған шәкірттерім. Олардың да кітаптарын мектеп сахнасында тұсау кесерін жасап, олардың армандарына қанат бітіргендей амал әрекеттер жасалынды деп толық айта аламын. Қазір ол шәкірттеріміз біздерге хабарласып тұрады, өздерінің өлең жолдарын арнап мерекелерде жіберіп тұрады. Соның өзі де ұстаздарға ерекше шабыт береді. Мен осы орайда Сәния Өскенбайқызының пікірін жалғай кетейін. Жалпы осы жан шуағы деп аталатын кітабымыздың бір бөлімі ұлттық құндылықтар мектебі деп аталады. Сол ұлттық құндылықтар мектебі деген бөлім жазудағы мақсат Сәния Өскенбайқызының ақынның жанын оята алатындай, оның санасын байыта алатындай, оның шабытына шабыт қосып шарықтата алатындай еңбегінде атап өткенбіз. Жалпы Сәния Өскенбайқызының өмірде үлкен бір ұстанатын сөзі бар. Өлеңді түсінген бала, ол өмірді де түсінеді деген. Көрдіңіз бе? Өлеңнің табиғатын сезіне білген, оның ішінен ұлттың болмысын көре білген, өзінің ана тілінің әуездігін сезіне білген бала, болашақта ол ұлттың игілігіне қызмет ететін болады. Біз өзі қазір қазақ қоғамы ұлтқа қызмет ететін, елдің ертеңін ойлайтын азаматты қайтып қалыптастырамыз десек, мына мектеп қабырғасынан ақ оның бойына адамгершіліктің асыл қасиеттерін, ұлттың әуезді үнін, ақын жырауларымыздың тілін бойына тарта білуіміз керек. Міне осы тұрғыдан Сәния Өскенбайқызы жаңағы өзіңіз айтқан сөз біздің санада солай хатталып тұр. Өлеңді түсінген бала өмірді де түсіне біледі деген. Көрдіңіз бе? Мына өлеңнің нәзік иірімін сезіне білген, одан өзіндегі ой қорытқан оқушы келешекте бөтеннің ала жібін аттамайды, біреуге қиянат жасамайды, біреудің меншігіндегі дүниені таласқа түсірмейді. Және ең ерекше бір атап өтетінім де сол шығар. Біз мектеп оқыған кезде шіркін-ай, осы біздің қабілет қарымызды байқап, сол дарынымызға жел беретін ұстаздар жолға қоюының өзі қиындау еді. Себебі біз енді олай айтуының себебі біз кішкене ғылыми бағытта оқыдық. Ал сол ортада дәл осы біздің мектебімізге келіп кітаптың тұсауына тікелей атсалысқан Асыл Осман сынды апаларымыздың, Қайыркен Құдайбергенқызы сынды, Ботагүл Алтайқызы сынды, Шаяхмет Имашұлы сынды ағаларымыздың сол кітаптардың тұсаукесеріне келіп, жаңа Сәния апайымыз атап өткен сол балалардың қабілет қарымын шыңдап, оның бойындағы бір алау отын байқап, оларды қанаттандырып отқандығы, мен ойлаймын, кез келген шәкірт үшін үлкен абырой. Біздің де болашақта ішкі ниетімізде сол, біздің мектептің қабырғасынан бір ақын шығып жатса, біздің мектептің қабырғасынан бір жазушы шығып жатса, онда ол да осы біз қызмет етіп жатқан Мұқағали мектебінің жемісі мен жеңісі. Және ақынның биыл өздеріңіз білесіздер 90 жылдығы. Ақынның кем дегенде 30 өлеңін жатқа білуді міндеттеп қоятын біздің басшымыздың үлкен бір көрегенділік қасиеті деп ойлаймын. Сол баланың өзіне 30 өлеңді жаттауды міндеттеген біздің басшымыз мұғалімнің өзіне 80 өлең жаттауды міндеттеді ғой. Бәлкім содан да шығар біздің бүгін жан дүниеміздің жадырап, көкірегіміздің сайрап, көңіліміздің осынша бір шабыттанып, бүгінгі студияда бас қосып отқанымыз. Үлкен рахмет. Мектебіміздің абыройын арттырып, есімі алты алашқа мәшһүр болатын оқушыларымыз көп болсын. Рахмет. Осы орайда бір ой түрткі болып отыр. Сіздердің осы жүргізу барысында ойды ой қозғайды дейді ғой. Сол ой түрткі неде жатыр? Әрбір атана, ұстаз баланың сана сезіміне дұрыс әсер ете білуі керек. Соның ішінде ана тілінде оқытатын мектептерде, қазақ тілінде оқитын
әрбір баланың көкірегі ояу, бәсекеге қабілетті болу жолында олар көбірек кітап оқуы керек. Көбірек кітап оқып, санасын жетілдірген бала ел жұрттың алдына шығып, өзінің ойын саралап, жүйелі түрде жеткізе алатын болады. Ал кітап оқымай, бір жақты тек қана қазіргі ұялы телефонмен шектеліп қалған балалар сөйлей алмайтын болып жатыр. Тіпті кейде жүрегің ауырады, тілдессең, олар я, жоқ, немесе иықтарын көтеріп, білмеймін, қалай деген сияқты осындай мәнермен жауап беретін болып кетті қазіргі ұрпақ. Сондықтан әрбір атана, әрбір ұстаз, жалпы қоғам кітап оқи отыра ойымызды жеткізе алатын, даналардан қалған, кешегі данышпандарымыздың, шешендеріміздің, билеріміздің тіпті сөздерін күнделікті сабақтарымызға қоса отырып, біз өзіміздің ұлттық болмысымызды сақтап қалуымыз керек. Өте орын Сәния Өскенбайқызы, жаңа жан шуағы дегеннен туындайды ғой, шіркін-ай, бүгін бір шуағымыз төгіліп тұр өзіміздің де. Мынау апайдың айтқысы келіп отқан әңгіменің түйінінде сол ғой. Біз осы кітаптың ішінде ол мәселені де сіздің болмысыңызбен қамтыдық. Егер қазіргінің баласы газет пен гаджеттің арасында таңдау туындаса, нені таңдайды десе, қабат деген-ай, гаджетті таңдап жататын кездер аз емес. Сол себептен де баланың санасын оятатындай кітаптың жарық көруінің де оған бірінші кезекте мұғалім қауымның өзінің тікелей себепші болуы да, мен ойлаймын, бүгінгі жан шуағы кітабының басты жетістігі. Яғни бұл кітап жазып отқан бір көрнекті қаламгер немесе қоғам ортасында жүрген жазушы емес, сол ұстаздықтың қазанында қайнап жүрген өзіңіздің шәкіртіңіз. Және ерекше айтқым келетіні, бәлкім сол да шығар, мынау ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деп жатамыз ғой, сіздің мінезіңіз біздің бойға сіңді. Ал ең бірінші кезекте бүгінгі сұхбаттан да өздеріңіз байқадыңыздар деп ойлаймын, Сәния Өскенбайқызының әрбір сөзінен уайым байқалады. Қандай уайым? Ұлттың ертеңі қандай болады? Бүгінгі баланың болмысы қандай? Ертең қазақтың қоғамына қызмет ететін баланы қайтып баптаймыз деген уайым пайда болады. Егер кез келген басшының бойында осындай ұлтқа деген, оның келешегіне, оның ертеңіне деген уайым болмайтын болса, онда біз үшін жетістіктің ауылда тым алыс. Сол себептен мен автор ретінде, жалпы өздеріңізбен жүздесіп отқан бір оқырман ретінде Сәния Өскенбайқызы өзіңізге ерекше алғыс білдіргім келеді. Себебі ұлттың келешегін уайымдап, сол үшін қызмет қылып, және жаныңызда жүрген біз секілді әр ұстазыңызға ұлттық тәрбиенің тағылымын өсиет қылып тартып жүрген сіздің еңбегіңізге, сіздің өмір жолыңызға, сіздің тағдырыңызға деген құрметпен шыққан туынды деп қабыл алғайсыз. Рахмет айналайын. Құрметті оқырман, жаңа сөз басында айтылды ғой, тосын сый деп. Шынымен де бұл мен туралы жазылған тосын сый кітап болып отыр. Ал ұстаздан шәкірт осса, ол өте ұстаз үшін мәртебе және ерекше бақыт. Дәурен баламның бұның алдында да жазған «Тоғыз толғаныс» деген кітабын оқырман өте жылы қабылдады. Ол кітапта да өте сондай сындарлы мәселелер көтерілді. Әсіресе жас жеткіншектің ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындығы, жалпы жастардың қоғамда алатын орны туралы бір әдемі туынды жарық көрген болатын. Ал бүгінгі күні ұстазы туралы кітап жазған шәкіртіме, балама алғыстан басқа айтарым жоқ. Жазарыңыз көп болсын. Әумин. Осы орайда гимназиямыздың шығармашыл ұстаздарының өмірінен бейнематериалды тамашалайық. Ғұмыры дастан
жарып торыққан жанға ой салып бебеу қаққан басым бар, ал қалай келген асылдан. Заманы жайы не болмақ, жүз толған мың болжақ. Орайына келгенде ортаға салдым кәр әруақ. Тілекті тәңірім оңдаса, домбыра балаң қол қалса. Айтылмай жатқан жырлар бар, ақылын айтып қақсау мен айда ғой. Төгілдім жырау ай, 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 толғаса оға. Жалпы бұл кітап жайлы әлі де айтылар әңгіме де, қозғалатын тақырып та орасан зор. Оның барлығы бір бағдарламаға сыймайды. Сондықтан бұл тақырып жайлы, бұл кітап жайлы әлі де талай бағдарламалар түсіреріміз сөзсіз. Жалпы бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп, осындай тамаша сұхбат құрып, өздеріңіздің ойларыңызды ортаға салып, нағыз ұстаздың қандай болатындығын, нағыз басшының қандай болатындығын, нағыз қалам ұстаған осы өнерге жақын адамның қандай болатындығын өздеріңіздің болмыстарыңызбен, өздеріңіздің сөздеріңізбен, өздеріңіздің іс-әрекеттеріңізбен байқата білгендеріңіз үшін сіздерге үлкен алғыс айтамыз. Сіздерге де рахмет. Келесі кездескенше.